Ал ертең орманшылар күні. Жыл сайын елімізде қазан айының 3-ші жексенбісі табиғатты аялап жүрген азаматтардың кәсіби мерекесі аталып өтеді. Жаздың аптап ыстығы мен қыстың қақаған аязына төзіп, қалтқысыз қызмет қылып жүрген жандардың еңбегі ерен. Сол мамандардың қатарында қостанайлық Болатбек Дабулдин де бар. Тымсыз еңбек етіп келе жатқанына 20 жылға таяды. Жалпы орман шаруашылық мекемесінде мен 18 жыл істеп отырмын. Оның ішінде 15 жыл Наурызым табиғи қорғауда жұмыс істедім, инспектор болып. Енді біздің жұмысымыз табиғатты қорғау ғой. Түтін көрініп тұр. Абай ауылының ар жағында, сол жағында. Камераны жақындатып көру керек. Күз айында нағыз қауіп, жер құрғақ. Жазы күні көкпен көк болғанда өте емес енді, көктің аты көк қой. Қалған адамдары жиі келіп тұрады орманға. Халықпен әңгімелесіп өткіземіз. Әр адам әртүрлі, 5 саусақ бірдей болмайды ғой. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. От жақпаса болады, сол мәселеге. Кейде кейбіреулері ет алып келеді, қуырысы келеді. Ондайларға біз әкімшілік құқық бұзушылық протокол жасаймыз. Тастаған мусор адамды егер үстіне түссе, орманшы хаттама толтырады. Сол хаттамаға бізде мындай планшет бар. Осыны базаға енгіземіз. Бұрын жеке қағазбен толтыратынбыз. Мына цифровой вариант күшті. Енді 2 жылдан бері бізге дрон алдық. Дронды біраз көмектеседі, облет жасайды. Орманшы болу үшін өзінің жерінде 5 саусақты біліп, жоқ дегенде 7, 10, 15 шақырым жүру керек. Төзімді болу керек. Сол 2,5 мың гектар жерінде қай жерде жол бар, қай жерде ұялар болады, құстардың, ұмдар болады, түлкілер, қарсақтардың, соның бәрін сол өзінің картаға белгілейсің. Енді ол қазір былай шөптің үстінде көрінбейді. Ертең бірінші қар түскен кезде нақты анық көрінеді іздердің қай жерде жүргені. Ағашты отырғызу, егу, тазарту біздің орманшының міндеті. Орман мен екінші егім ғой енді. Осы 20 жыл болып қалды уже. Осы табиғатқа, орманға өзім өмірімді бөлген. Жұмысымды өте қатты жақсы көремін.